Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін біз мынандай ақ табанның шетін жиектеуді үйренетін боламыз. Міне мынандай ақ табан. Бұл ақ табанға бетін тоқып салу керек болады. Бұл бамбук табандардан ерекшелігі бұнда тігісі жоқ. Шетін жиектеу үшін бізге кәдімгі сол ақ капрон жіп пайдаланамыз. Және де міне арнайы осындай безі болады. Және де сіріңке. Бұның өзінің мынандай міне тесіктері болады. Осы тесіктерден кіреміз. Мына ақ жіптің бас жағын табанымыздың қандай размерлі табан жиектегелі жатырмыз, соны 3 рет айналдырып белгілеп алу керекпіз. Мысалға міне мына жерге қойып қойдым. Енді былайынан осы табанды 3 рет айналдырып алам. 1 рет, 2 рет, 2 рет те болады. Мен енді артығымен қалу үшін, жетпей қалмасын, сол үшін міне 3 рет айналдырып алдым. Енді осы айналдырған жер бар ғой, осы жерді ұстаймын. Қалғанын тарқатамын. Міне ұстап тұрған жерімді, ілем. Іліп арғы бетке шығарып аламыз. Тартып міне. Арғы бетке шығарып алдық жібімізді. Енді тура осының жанында міне қарасаңыздар белгіленіп тұр. Тесетін орындар, сол келесі белгіленіп тұрған жерге бізімізді кіргіземіз. Жібімізді, ар жақтағы жібімізді ілейміз. Содан тартып алып шықтық. Осы жіпті алып шықтық. Енді осы жіптен, осы арқашықтықтан мына жібімізді, бағанағы шығарып алған жібімізді өстіп өткізіп аламыз. Енді екі жақты да тартамыз. Ар жағында, бер жағында тартыңқыраймыз. Қатты тартпаймыз енді. Сәл. Енді келесі белгілеген жер тұр, сол жерден кіргіземіз. Міне. Іліп алдық. Бері қарай өттік. Мына жіпті осыған өсіп кіргіземіз. Содан өсіп тартамыз. Мына жерден кіргізгенде шетін, мына жақ шетінде байқаңыздар, тура ортасына қарай кетіп қалмаңыздар. Мына жолдың жиегімен жүріп отыруға тырысыңыздар. Мына жолдың жиегімен. Өстіп тартасыздар. Тарттық, Мынаны осының ішінен өткіземіз. Енді мына жіпті тартамыз. Екі жақта бетіп тарттық. Сонда міне осындай тігіс түседі. Ар жағынан осындай тігіс түседі. Ар жағынан байқап, абайлап
жолдың жиегімен жүруге тырысыңыздар. Мына жақтан өткізген кезде ар жақтан да бүйтіп байқап қараймыз. Енді ілдік. Ешқандай қиындық жоқ. Өстіп айналдыра келіп, осылай айналдырамыз. Өстіп айналдырып келіп, мына жерге келгенде қалай бекітеміз, сол жерде көрсететін боламын. Тігістерді жүруіміз, соңына келіп қалдық, міне. Осыны жасаймыз. Жаңа енді қатылап екі жағын бүйтіп тартамыз. Енді міне қай жерден бастадық, сол жерге тағы да крючогымызды енгіземіз, бізімізді сол жерден жіпті алып шығамыз. Жіпімізді алып шықтық. Мына жіпті ішіне кіргіздік. Енді осылай ұстаймыз да, қаттырақ бүйтіп тартамыз. Тартқанда міне ар жағынан мына жібімізді тартып бері қарай шығарып аламыз. Екі жіпті бір жақта болады. Екі жағында кішірейтіп қиып аламыз. Мен сіріңкемен қиып ала салдым. Енді екі жақ шеттерін біз байлау керек боламыз. Ол үшін былай өткіземіз. Өткіздік, өткізіп қараңыздар. Мына жібімізді ар жағынан әкеп, мына жақтан әкеп, бұлай түйіншек сияқты жасаймыз. Содан мына жерді мынандай түйіншек болды, Енді осы жерді басып тұрып, қазір мына дүниемен қатты басып тұрып, мысалға бүйтіп қатты тартуға болады. Тартамыз, қатты тартамыз. Байлап тастадық бұл жерде. Болмаса былай жасауға болады. Былай бір байлап аламын. Содан кейін мына жіп бар ғой, мына жақтағы жіп. Соны бер жақтағы жіпке өткіземіз. Екі орта ашық қалмас үшін. Алып шықтық, Тура жаңағыдей, мынаның артынан жібімізді кіргіземіз, мына жерде осындай түйіншек шығады. Осы түйіншекті өстіп басып тұрып, қатты бірден басып тұрып, қатты тартамыз. Сонда мына жерде мықты түйіншек пайда болды. Енді мына жаңағы байлағанымызды мына жаққа да байлап тастадық қой. Енді оның екі орта, мына жаңағы бос болған, оның бір жаққа неттік. Енді одан төменгі бар ғой. Сол жерден өткіземіз. Өткіздік. Бұның да артына асырып, артына өткіземіз. Былай қарай кіргіземіз. Мына жақ шет жағына. Осы жерден
мындай бір қаттымен қысып тұрып, бұл жерден де қатты тартып байлаймыз. Міне байлап тастадық. Сонда міне осындай байланғандар шығады. Енді екі орта бар ғой, міне екі орта. Осы жерге де мына жақтан бір байлаймыз. Қараңыздар. Тура жаңағыдей. Осы жақтан не алып шықтық. Жібімізді алып шықтық. Айналдырып әкелдік жібімізді міне. Артынан кіргіздік, міне. Бетіп тартып аламыз, қараңыздар. Содан мына қатты ғой темір. Соны ұстап тұрамыз, басып түйілген жерін. Соны қатты тартамыз, міне. Бірден резко тартсаңыздар, қатты. Міне, осылай. Түйіншіктер пайда болды. Мынаны да екі ортаға әкеп, бір рет байлап қойымызға болады. Міне. Әкелдік. Жасадық, міне. Енді артынан асырып әкеп. Осылайынан. Міне. Мына жерде мен түйіншік. Мен енді былай қолмен де басып тұрып, қатты тартуға болады. Енді осы жерді опа, жапсырып қойасыздар. Жапсырамыз. Екінші жағында тура осылай. Üstü bak, üstü жапсырып тастаймыз. Бұл жерін беті тоқылады ғой. Тоқыған тоқыма табанымызды әкеп, осының бетіне жапсыратын боламыз. Сол кезде мынау астында қалады. Мына сырт жағында ондай жапсырылған түйіншек ештеме болмау керек. Міне, осымен ақтабанның шетін жиектеуді үйрендік. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.